Бүгін біз Ұлан ауданы Айыртау өңіріне ертеден Найманның Ақтағыс руы қоныстанған аймаққа жолға шықтық. Осы бейнебаян Ұлан ауданының партия комитетінің алғашқы бірінші хатшысы болған жерлесіміз Әбдірахман Айдарбеков туралы болмақ. Осы адам туралы бейнебаян түсіру даңқты жерлесіміз жаны жайсаң меценат ағамыз. Өзі кезінде ішкі істер бөлімінде ұзақ жылдар қызметте болған жерлесіміз Мұрат Қажы Телебаевтың арқасында десек артық болмас. Ол кісі анасы Айдарбекова Бижамал Оразай қызының ағасы, туған нағашысы Әбдірахман Айдарбеков туралы бірнеше жылдар бойы деректі там-тұмдап жинап, ел үшін қызыл террордың құрбаны болған есіл ердің есімін ұлықтауға зор үлес қосқан екен. Анасынан 5 жасында қалған Мұрат Қажы нағашысы туралы әңгімелерді әжесінен естіпті. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Міне осы жерде біздің атадарымыз, осы жерде Ақтағыс ұрпақтары, Ақтағыстардың атадары осы жердің бәрін, басып тұрған жеріміздің бәрін Ақтағыстар тұрған жер. Осы жерге, мына Айыртаудың түбінде, осы жерге біз міне ұрпақтары Ақтағыстың мынандай үлкен бір тас мемориал жазып, Ақтағыстардың ұрпақтарынан атадарымызға деп сол жерге қойдық. Бұл жерде енді біз келгеніміз мына Айдарбеков Абдрахман деген атамыз енді ең бірінші осы Ұлан ауданында бірінші секретарь, ол кезде енді секретарь райкома партии болған кісі. 1929 жылы Ұлан аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы етіп тағайындалады. Көзі ашық, көкірегі ояу азамат елді аштық жайлаған зобалаң жылдары халықтың қолындағы соңғы тұяғына дейін тартып алып жатқан әділетсіздікке жаны төзбейді. Адамгершілігі мол Әбдірахман ауылдастарына қандай да бір шапағатын тигізу үшін қызыл жағалыларға өздері ашқұрсақ жүрген ауылдастарының мал басын айтпай жасырып жүрген. Осылайша көптеген отбасын аштықтан құтқарып қалған. Кейін оны біреулер ұжымдастыққа қарсы шықты, халық жауы деп көрсетіп, Ұлан жерінде ұлтшыл фашистік ұйым құрды деген лақаппен НКВД жендеттері айдап әкетеді. Бұл Сталиннің солақай саясатының өршіп тұрған 1937 жылы еді. 8 қарашада Әбдірахман Айдарбеков ұлтшыл фашистік ұйым құрды деген жаламен тұтқындалып, өз қасындағы замандастарымен бірге жалпы саны 24 адам репрессияға ұшырайды. 4 декабрьде өзі НКВД тройка менен соны соттап, сағат декабрьдің 4-інде, сағат 12-де түнгі сол кісіні атады. Сондықтан қанша атылып кетті біздің атадарымыз. Одан сол кісінің бауыры бірінші Оразай, екінші Құсайын, баласы Ағзам, ол кісілердің бәрі соғысқа кетіп қалады. Мына ол кезде сондай фашист не деп ұстағандарды құртып жібереді екен. Бала шағасын, семьясын, жақын жақпайын бәрін құртады екен. Ұстап алып кетеді, Карлак, Алжир деген Қарағанды жақта недер түрмеде. Сонда ұстап бітті, құртады ұрпақтарында. Сонда бәрі қашып, сол кезде енді ана үлкен ересектер, 17-18-ге толғандар өздеріне жас қосып ап соғысқа 41 жылы соғыс басталып кетеді ғой. Сонда бәрі соғысқа кетіп, көбі сол жерде қайтыс болады. Оразай атамыз Курскийдің битва, Курский дейді, сол жерде қайтыс болады. Одан кейін Құсайын, ол Прибалтикада, Құсайын атамыз Прибалтикада, Питкаревский район дейді, ана неде, сол Прибалтикада сол жерде жатыр дейді. Ол іздеу керек оның бәрін, ол кісілердің бәрін. Содан кейін мына Ағзам, ол кісі де баласы ғой енді Абдырахман атамыздың. Ол воевать етіп, сол танкіде ол кісіні де жағып жібереді, танкінің ішінде. Сондықтан сол ұрпақтарының бәрі соғысқа кетіп, сол жерде қаза тауады. Біздің еліміз үшін Қазақстан осы біздің жүргенімізде сол кісілердің арқасында қазір міне.
Мен Абдрахманов Бекжанмын, елім Ақтағыс. Ақтағыстың ішінде Құдай бергенмін. Мынау біздің еліміздің таң батасымыз, Ақтағыстың жері. Менің атам Абдрахман Айдарбеков, әкем Жанат Абдрахманов, мен Бекжан Абдрахмановпын. Солардың ұрпақтарымын, ең кенжесімін мен. Тұтқынға алынған құжаттарда отбасы мүшелері әйелі Айтбөпе Айдарбекова 36 жаста, ұлы Ағзам Айдарбеков 13 жаста, қызы Задаш Айдарбекова 5 жаста, ұлы Болат Айдарбеков 8 айлық, інілері Оразай Айдарбеков 44 жаста, Құсайын Айдарбеков 39 жаста делінген. Шығыс Қазақстан облысының полиция департаменті ақпараттандыру және байланыс басқармасының арнайы мемлекеттік мұрағатында сақталынған номер 950 мұрағаттық қылмыстық істе Ұлан аудандық НКВД бөлімінің уақытша бастығы, мемлекеттік қауіпсіздік сержанты Ибраевтың қолы қойылған Әбдірахман Айдарбековті айыптау қорытындысы бар. Сол құжатта Әбдірахман Айдарбековтың шыққан тегі бай, бұрынғы молда, алашордашы делінген. Ақ эмигрант Мәрсековпен байланыста болғаны үшін 1936 жылы партия қатарынан шығарылғаны, 1937 жылы қылмыстық кодекстің 109-168 баптары бойынша қылмыстық жауапқа тартылғаны, білімді болғаны жазылған. Қылмысты істі қараған Ибраев Әбдірахман Айдарбеков Ұлан ауданын басқарып тұрған кезде ұлтшыл фашистік ұйым құрды. Ұйым мүшелері тек контрреволюциялы көзқарастағы ұлтшылдардан, байлардан, кеңес өкіметіне өкпелілерден құралды. Алдарына Қазақстанды кеңес одағынан бөліп әкету, шаруашылықтың социалистік формаларын, совхоздар мен колхоздарды құрту, бұрынғы бай, жартылай феодалдық құрылымды қайта құруды көздегендері анықталды. 1929-1937 жылдары ұйымның әр мүшесі колхозды ұйымдастыру істеріне тосқауыл қойып, кеңес үкіметінің беделін түсіруге, қазақтар мен орыстардың арасында ұлт араздығын тудыруға, кеңес үкіметінің жаулары фашистік Германия мен Жапонияның пайдасына шаруашылықтың бар саласында кедергілер жасауға атсалысты. Колхоздастыру алғашқы жылдарында ұйым мүшелері мал шаруашылығында, ауыл шаруашылығында нұсқан келтірді. Мәрсековпен байланыста болып империалистік Жапонияның агентурасы болды. Ұлтшыл фашистік ұйымның филиалдары облыстың басқа да аудандарында, Жарма ауданында да құрылды деген қорытынды шығарып, қылмысты істі НКВД үштігіне қарауға жіберді. Әбдірахман Айдарбеков 1937 жылдың 20 қарашасында үштіктің үкімімен ату жазасына кесіледі, ал 4 желтоқсанда атылды. Осы тақырыпты зерттеу бағытында Алашорда қозғалысын зерттеп жүрген жазушы Алдияр Ақылбекұлы Аубакиров және Дарын берген, бәрін берген туған жер кітабының авторы Совет Қапанұлы Иманғалиев пен және Өскемен қаласының ардагерлер кеңесінің төрағасының орынбасары Сағынбек Ақановпен сұхбаттасқанды жөн көрдік. Ұлан ауданына келетін болсақ, Ұлан ауданының октябрь, ноябрь, декабрь айларының өзінде 37 жылы Айдарбеков Абдрахман ағамыз бірінші секретар болып істеді ғой. Ұлан ауданының ең бірінші секретары. Бірінші хатшысы дейміз қазақтар. Сол ағамыз сол ауданды басқарып тұрған кезде жаңа өсіп, өріп, колхоздар басталып, 30 жылдағы колхоздастырындыруды басынан өткізіп, соның бәрін істеп келе жатқан кезде бұрынғы алашордашылармен араластырып, содардың бастарына күн туғызып, содардың айналасында жүргендерді қалайда үкімет жақсы көрмей, ақырындап соттай бастады ғой. Сібірге айдай бастады. 25 жылы коммунистік партияға өткен, 36 жылы сол кісіні коммунистік партиядан шығарып, тергеуші органдар басына күн түсіре бастайды. Енді міне, мен сіздерге айтайын, сол кісінің міне соңынан сен Райымжан Мәрсеков ол кезде Қытайға өтіп кеткен, сол кісіменен сен хат жазыстың деп, ол кісінің тергей бастайды. Сол тергеудің арқасында ол кісімен бірге 40 кісі тергеледі. Сол 40 кісінің ішінде 28-і сотталады. 28-дің 22-сі атылады. Қалғандары міне 6 кісі
әртүрлі сұрақтарға, әртүрлі жазадарға кесіледі, бірақ 5 жылдан төмен кесілген ешқайсысы жоқ. Ол кезде 7 жылдан төмен бермейтін. Қайта біреуі 5 жыл алады. Мен 2008 сіздерге әйгілі 2008 жылы нәрін, дарын бәрін берген туған жер деген кітапты басып шығардым, білесіздер. Иә. Сол кітапта Абдрахман Айдарбеков атамыз туралы біраз мағлұматтар бар. Соны зерттей келе ұққаным, ол кісі 1928 жылы Ұлан ауданы құрылғанда ең алғашқы тұңғыш бірінші хатшысы, ауданы партия комитетінің бірінші хатшысы болып сайланыпты. Бұлай жаман жұмыс істемеген сияқты, ол кісінің өзі жанұялы, 2 баласы, 1 қызы, 1 ұлы болған екен. Сонда сөздің қысқасы, сол қуғын сүргін кезінде бұл кісілерді сол соттап, ататын атып құртып жіберген ғой. Бұл кісімен талай ондаған адамдар кеткен деп айтады. Тіпті бір адам аяғынан жүре алмайтын ер тоқымды андай жүгенді жөндеп отырады екен. Соны да көтеріп алып кеткен ғой. Сол заманда бұл кісі сол болды кетті. Бірақ көп жылдар бойы бұл кісіні ақтамай, аты көмескі болып, бұл кісі ешқайда айтылмай сөйтіп келді. Енді міне азаматтар қолға алып, бұл кісінің атын жаңғыртайын деп біраз еңбек сіңіріп жатыр. Ал енді бұл кісінің енді 2 баласы бар деп айттық қой, енді әйелі қайтыс болып кеткен болу керек. Сондан 2 баласын ағасының, інісінің ба, ағасының ба жұбайы өзіне жаздырып 2 баланы өсіріп жеткізген екен. Соның ұрпақтары бар қазір. Қызы Ақжал деген жерде бар ма жоқ па білмеймін, қайтыс болдым, 10 шақты баласы бар деп естідім. Ал ұлы мына Завидныйда, қазіргі Айыртауда тұрып, ол кісі қайтыс болған, бірақ оның ұрпақтары бар. Балалары ер жеткен, біразын, бір ұлын әйтеу жақсы танимын. Енді менің ойымша, мұндай ұланға еңбегі сіңген ауданды құруға алғашқы кезеңдерде қатысып тер төккен азаматтар ұмытылып қалмауға тиіс. 2011 жылы республикалық теориялық бір конференцияға мемлекеттік сату ұйымдастырылды. Соның Алтын Арқа қоғамдық бірлестігінің директор ретінде сол республикалық конференцияның мемлекет сатуына қатысып, Алтын Арқа қоғамдық бірлестігі жеңіп алды. Соған дайындық барысында Шығыс Қазақстан облысы бойынша жазықсыз құрбан болғандар туралы деректер жинауға кірістік. Оның құрамына арнайы комиссия құрылды. Ауқадиев Сайлаухан, Құмаров Қаппас, Омаров Базарбек, Түсіпов Тияс, Қайруллин Нұрқабыл сияқты ел ағаларынан құрылды комиссия. Біз аудан бойынша, өңір бойынша сол адамдардың қатысыменен жаз құрбан болғандарды деректерін жинай бастадық. Сол кезде Ғаппас Құмаров Ұлан ауданы бойынша үлкен бір жақсы бір деректерді осы бізге ұсынды. Өз қолыменен жазып әкеп берді. Ол Айдарбеков Абдрахман туралы еді. Жазықсыз құрбан болған адам. Ол мысалы анау Күршім ауданында қызмет ете жүріп, Күршім ауданының прокуроры Садықовпенен достық қатынасы, отбасымен араласады. Сол кезде Садықов Айдарбековтен бір 100 сом ақша қарызға сұрайды. Сол қарызға ақша бер, тіпті оның орнына мына үйдегі кілемді ал деген ұсыныс жасайды. Міне жолдас ағайын отбасымен араласқаннан кейін береді. Міне осы факты оның өміріне, Абдрахман Айдарбековтың өміріне қатері болады. Кейіннен Ұлан ауданының бірінші
хатшысы болып келгенде осы бәлеге, осы сөзге байланысты бәле болып жабысқан басына қатер туады. Айдарбекті халық жауы деген осы сотталуына, жазасы құрбан болуына осы жағдай себеп болған. Мінекей, өмірдің бір деректерінде, өмірдің бір белесінде осында бір кеселге ұшырап басына осы халық жауы деген айып тағылған Айдарбеков міне ату жазасына осылай атылған екен. Ол кітапты, мына азалы кітапты сол конференцияға шығарғанбыз 2011 жылы. Осының 238 бетінде ұландағы лаң деген Ғаппас Құмарычтың өзінің қол жазбасы менен мынандай міне ұландағы зұлмат деген тақырыппенен ол кісі жазып кетті. Осының ішінде Айдарбеков Абдрахманның жазықсыз құрбан болғандығы туралы нақты деректер көрсетілген. Мен енді мына елдің арасындағы азаматтардың саяси репрессияға ұшырап, осылай құрбан болғанын жинап жүрген азаматтарға осындай бір деректер жинаған елім деп жүрегі соғып жүрген азаматтарға рахметін айтқым келеді. Жыл сайын мынау 31 мамыр күні еске алу күні, сонда біз тарихтан тағылым, өткенге тағзым деген тақырыпта біз осындай тақырыптық шара өткізіп жүрміз. Сонда жыл сайын осы мәселе қозғалып келеді. Оның ішінде мынандай видеоролик жасалды, міне 114 слайдтан тұратын, осы тек Айдарбеков емес, шығыстың барлық елді мекендерінен, аудандарынан жинақталған осы видеослайд сол конференцияда жасалған еді. Енді амандық тілеймін ел жұртымызға, мұндай зұлмат болмасын, жерімізге тыныштық, елімізге амандық берсін. Айдарбековтың туыс жұрағаттары мен музей қызметкерлерінен құралған тобымыз Ақтағыс бабаның тасы қойылған жерге жетіп, зұлматтың құрбаны болған Абдрахман Айдарбековке зиярат еттік. Қайтар жолда Ұлан ауданының орталығы Қасым Қайсенов кентіне соғып, Мұса баба мешітінде сол шәйіт болған барлық құрбандарға арнап Құран оқытып қол жайдық. Біздің азаттығымыз үшін жанын пида еткен Алашорда белсенділері мен еліміздің отаншыл тұлғалары ешқашанда ұмытылмайды. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cennet ve sakasiyet kanikamiga serikler болып отырған Айдарбек ұрпағына Ол кісілердің жарқын бейнелері мен құжаттары Ұлан ауданының жаңадан құрылып келе жатқан музейінен өз орындарын табуда. Музей жанашыры Шолпан Әуесхан қызы осы бағытта біраз шаруалар жасалып жатқанын баян етті. Бейнефильмді даярлаған Бестерек музейінің меңгерушісі Сәкен Ғайса, мәтінді оқыған Төлеуханова Ажар. Отан үшін от кешіп, қуғын сүргінге ұшырап қаза болған батырларымыз мәңгі есімізде.